Бұл видео Қазақстанның барлық мұғалімдеріне арналады. Әлемдегі барлық мамандықтардың төресі ол ұстаздық. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді жан. Ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ деп ойлаймын. Ғалым болсын, тілінен бал тамған ақын болсын, егін салған диқан болсын, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер болсын, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас ию керек. Дегенмен де қазіргі зуылдаған ақпараттандырылған заманда университетті енді ғана бітіріп келген жас мұғалімдер әлеуметтік желілердің әсерінен ба, немесе айлықтың аз болуынан ба, өзінің мамандығына аса мән бермейтіндер де кездеседі. Алайда Ушинский айтқандай, мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ең ұлы істің бірі екенін ұмытпау керек. Және де бүгінгі видеода біз бар өмірін ұстаздыққа арнаған керемет қазіргі заманның ұлы мұғалімі Ерімбетова Ұлбике Сұлтанқызының үйіне барып сұхбат аламыз. Мына кітапты беттерін ашып қарап отыр едім ғой. Сонау 68 жылы есіме түсіп жатыр. Мына кітаптың әр бетін ашқан сайын 68 жылы мен Гоголь атындағы педагогия институты бітіріп, жолдамамен ол кезде Калин атындағы 35-ші орта мектепке орыс тілі пәнінің жоғары класс оқытушысы болып орналасқан болатынмын. Ол кезде мектепті Сақыбек Алдыназаров деген бір жақсы бір кісі басқаратын еді. Керемет мұғалімдердің ортасына түстім. Сонда жас маман мені ешкім жатырқамай бірден коллективке тартып, маған наставник беріп, Қызылғожаева Рая деген апамыз болған, қазірде бар, енді ол кісі 90-нан асып кетті. Сол кісі маған көп нәрсені үйретті, сабағыма қатысты. Енді институтта теорияны жақсы меңгеріп шығасында, практика жағы шамалы осалдау болып келесің ғой. Оны осы мектепте, тәжірибенің бәрін осы мектептен жинадым. Директордың өзі қазақ тілі маманы, сабаққа қатысып, ақыл кеңестерін айтып тұратын. Математика пәнінен сабақ беретін әрі оқу ісінің меңгерушісі Пірімбетов Алмат ағай деген кісі болды. Ол кісі математикадан сабақ берсе де, орыс тіліге кіргенде сабақтың анализін бүге-шүгесіне дейін жақсы ғып түсінікті ғып айтатын. Мен сабақты талдауды осы кісіден үйрендім. Сабаққа қалай анализ беру керек, қалай талдау керек, сол жөніне маған көп көмегі тиді. Ол кезде тарих пәнінен Қасымхан ағай беретін, Дәнеш Мамытбаева апай беретін, қазіргі мынау облыс әкімі болып, президент аппарат басшысы болып кеткен Көшербаев Қырымбектің анасы болатын. Осындай ұстаздардың арасында, мүмкін соған байланысты болар, мен жақсы ұстаз болып қалыптасуыма осы кісілердің себебі көп тиді маған. Мынау алма ағашына 5 жыл болды. Биыл жеміс беріп тұр әпедемі. Қысқа сақтайтын алма ғой. Шамалы октябрьге жақын бұны теріп алып, барынша сақтаймыз. Мынау шие, мынау өрік, мынау тәтті өрік, мынау қызыл өрік. Бұндайдың бірнеше түбі бар, анаяқта екеуі, мынау сосын шие көп бізде. Қосылғанымызға 50 жыл болды ғой, енді 50-ден асты. Тіршілігіміз осы, бала-шаға бар, немерелер бар. Биыл шөбірелі болдық. Былтыр шөбіреміз өсіп жатыр. Қалада тұрады, соларға тілектеспіз. Помидордың бірнеше сортын егеміз. Банкіге жабатыны бар, жейтін розовый помидоры бар. Сосын мынағында перец бар, отырғызған. Мінекей қазір уже қазан болып жатыр, күз болды ғой. Керек нәрсенің бәрін келін жауып, бәрін дайындап алды. Мынау жүзімді Талғат баламның еңбегі енді. Ол осыған құмар, жүзімді егеді, баптайды, жаздай суарады, кеседі, әйтеуір. Биыл жақсы беріп тұр жүзім. Әйтеуір балдар тоя жеп жатыр. Әйтеуір біздің тіршілігіміз енді зейнетке шыққаннан кейін осы ғой енді. Мен өзім жастайымнан гүлді өте жақсы көрем. Жаңа мектепте жұмыс істеп жүргенде кабинетімді гүлге көп гүл егіп, келген комиссиялар бәрі таңғалатын. Мынау жаңағы биология кабинеті ма, жоқ қандай кабинетте? Жоқ, бұл орыс тілі кабинет деймін. Мінекей аулаға да сондай
жылда шамам келгенше гүл отырғызамын. Мынау былтырғы роза, мынау биылғы роза. Сосын ковриктер егемін. Жаздай гүлдеп тұрады бұлар. Керемет, сондай бір көрініс беріп тұрады. Мынау гвоздикалар, мінекей. Жақсы гүлдеп тұр бұлар енді. Сосын тұқымдарын жинап аламын, ендігі жылға дайындаймын. Мынау канның сары түрі бар мына жақта. Бұның несін, луковицаларын бәрін жинап, қысқа сақтап қоямын. Мынау алые розы. Гүлдерін бәрі түсіп, қайттан гүлдер ашайын деп тұр. Мына түбінде қызыл роза бар. Ақ пен сары розам бар еді, шөті қыста дұрыс нетпей өліп қалды. Ендігі жылы амандық болса, тағы отырғызам ғой. Мына гүл фиалка көктемде гүлдейді. Бір керемет иіс шығарады, көктемде аулада бір керемет бір сондай болады. Гүл жөнінде, жеміс жидек жөнінде айтып жатырмын ғой. Әр азамат өз ауласына қараса, атадан мал алғанша тал алсын деп ата бабамыз айтып кеткен ғой. Сол сияқты әр азамат, әр отбасы экологиямызды жақсарту үшін өз ауласына, көшесіне қарап көгалдандырса, гүл ексе, тал ексе, жеміс жидегін ексе, отырған жеріміз өте таза болар еді. Енді біз жас кезімізде субботниктерге шығатынбыз, мектептерді көгалдандырып, қазір мынау Тоқтыбаев мектебін көрсеңіздер, көгалдың көп талдардың ішінде тұр. Сол талдарды біз еккенбіз, біз оқушылармен бірге отырғызғанбыз. Одан бері енді 40-50 жыл болып кетті ғой. Сол көкке оранып тұр сол мектеп. Соны шәкірттерімізден біз егетін тұғымыз. Бізге бөліп беретін участоктерді классымызбен соған қарайтынбыз, гүл егетінбіз. Соны жақсарта түссек деп ойлаймын ғой енді көгалдандыру. Ауа таза болар еді. Денсаулығы жастардың өзіміздің жақсы болар еді. Таза жерде жүрсең қандай рахат. Өспейді деген сөз жоқ. Не ексең, сол өседі, тек қарау керек. Жаңағы орыстар айтады ғой, с любовью за цветами надо смотреть деп. Мен орыс тілі маманы болғасын, орысша сөз қосып жіберіп жатырмын. С любовью надо смотреть. Ол сезеді, гүлде сезеді сен қалай қарап жатқаныңды. Сен дұрыстап қарасаң, ол да өседі. Өспейді деген не жоқ. Соған әрқайсымыз атсалыссақ, ауданымыз, қыстағымыз көкжиекке айналдыруға болады. Мына суреттерді қарап отырмын. Не бір жаңағы мероприятиялар өткізген сәтімді есіме түсіріп жатырмын. Класс сағаттары, жаңағы шаралар, мектеп аралық, аудандық, міне сондай ешқандай шаршамай, шалдықпай, бәрі уақытымызды сол шәкірттерге арнайтынбыз. Ешқандай шаршадық дегенді білмейтін едік, ізденетін едік, кітап оқимыз, жоспар жасаймыз, түнімен дәптер тексеріп, жоспар жасап, азанда ерте тұрып, бала-шағаның қамын, тамақ шайын беріп, ұшып мектепке баратым. Мен өзім темір жолдың сол жағында. Мектеп деген Тереңөзек кентінің арғы шетінде. Соған жарты сағат тез жүргеннің өзінде 20 минутта жететін. Тез ұшып барам ғой мектепке. Сол звоноктан 10 минут, 15 минут барып, классқа кіріп үлгересің, сабағыңды бастайсың. Сөйтіп түстен кейін бізде мероприятия көп болады, ештемесінен қалмаймыз. Бәрінде үлгеретін едік. Баланды жағдайын жасаймыз. Шәкірттердің ата-анасымен де кездесеміз, жиналыстар өткіземіз. Общий жаңа педсоветтерге қатысамыз. Сондай жұмыстар көп болатын. Мектеп жақсы шәкірттермен мақтанады ғой. Ұстаз да солай. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейді. Қырымбек Көшербаев өзіміздің мектепті бітірді. Оның ағасы Айтбай Көшербаев та бізді бітірген. Осындай оқушыларымызбен біз мақтанамыз. Бірнеше оқушыларымды айтқым келеді. Мен ол кезде енді білмеймін, таныс тамыр деген ондайды мен білмеппін сол кезде. Сенің біліміңді бағалайтын. Сенің тәжірибең мол болса, соны бағалайтын. Орыс тілінен оқушыларды дайындап, олимпиадаға облысқа жібереміз. Ауданнан озған, облыстан озып, олар республикаға барады. Сөйтіп, бірінші, екінші орын мен оқушыларым алып кеп, өздерімен қоса маған министерствоның грамотын ала келетін. Міне солардың бірі қазір Евразия университетінде
істеп жүр. Сетенова Серікгүл деген оқушым. Доктор наук, профессор атағы бар. Бір орыс тілінен сондай орын алып, республикадан келген Ешмұратова Гүлмира деген оқушым. Алматыдағы Инязда преподаватель, онда атағы бар. Мына өзіміздің ауылда жүрген қаншама оқушыларымды айтуыма болады. Қанат Төреходжаев та менің шәкіртім. Сол маған ұқсап ол орыс тілі пәнін бітірді. Қазір бірақ басқа салаға кетіп қалды деп естимін. Өте бір жақсы оқушым еді. Мектеп директоры болып жұмыс істеген Сағындыкова Бағдаш та менің шәкіртім. Гүлмира да менің шәкіртім, ол да мектеп директоры болды, қазір орыс тілі пәнінен. Осындай көптеген шәкірттерді айтып мақтануыма болады. Мен 68 жылы бітіріп келгенде директор мені шақырып алып, Ұлбеке, осы 10-шы А класс деген бос тұр, соған сен класс жетекші боласың деп сөйдеді. Мен шошып кеттім, ойбай. Ағай, мен қорқам о класстан деп, жаңа қорықпа дейді. Соны барып таныстырды. Бойлары ұзын жігіт болған, қыздары қыз болған. Соны сескеніп жүрдім, бірақ тез тіл табысып кеттім о класспен. Сол класс 69 жылы мектептен түлеп ұшып кеткен болатын. Қазақстан түкпір-түкпіріне арман қуып, оқу іздеп, жұмыс іздеп. Сол шәкірттерімнің биыл мектеп бітіргеніне 50 жыл болған екен. Қарап отырмын. Сөйтіп олар үйіме келіп, мамыр айының ортасында, апай, сіз бізге жетекші болдыңыз ғой, ұмытып қалған жоқсыз ба? Биыл кездесуіміз бар, соған қатысыңыз деп сөйтіп шақырып кеткен болатын. Міне, ұстаздың бір қуанышты сәттері шәкіртімен кездесу. Сөйтіп бір марқайып қалдым. Алды зейнетке шығып, немере сүйіп отқан азаматтар өз жолдарын тауып, семья құрып, бақытты отбасы болып, соны көріп, қатты қуандым. Енді ондай кездесулер ұстазда болып тұрады. 20 жылдықтар болады, келіп шақырып кетеді. Өзім класс жетекші болған класстар 30 жыл, 45 жыл жасап атады. Мына мектептің қуанышы, бұл ұстаздың қуанышы. Осындай қуаныштар бізде болып тұрады. Көшербаев Қырымбек өзіміздің шәкіртім дедім ғой, сол азамат облыс әкімі болып келгеннен кейін, біраз уақыттан кейін өзінің оқыған мектебіне келіп, өзінің ұстаздарымен кездесіп, мектепті аралап көріп, одан кейін уәдесін біздің алдымызда беріп кетті. Осы мектепті мен күрделі жөндеуден өткізіп беремін деп. Сон бір жылдан кейін күрделі жөндеуден өткізіп, есік терезесін бәрін современный есік терезелер салғызып, бәрін жаңалап, жаңа мектеп болып шыға келді. Соның ашылу салтанатында мен сөз сөйледім. Қырымбекке алғысымды айтып, мына суретте сол момент көрсетілген. Нерде кітаптың бәрі мен енді орыс тілі маманы болғаннан кейін, орыс тілінен сабақ бергеннен кейін, орыс классиктерін, кітаптарын жинайтын тұғымын. Өйткені ол маған өте керек, сабақта керек. Арасында оқушылар сұраса беріп тұратынмын оқуға. Зейнетке шыққаннан кейін менің үлкен қызым менің ізімді қуып, сол мектепте орыс тілі пәнінен сабақ береді. Біраз кітабымды сол қызыма, методикалық кітаптың бәрін Қаршыға қызым алды. Енді өзіме керек біраз кітаптарды алып қалдым. Арасында қарап, еске түсіріп, қарап оқып отырамын. Ұлбеке Сұлтанқызы менің анам әрі ұстазым. Әкем мен анамда 4 бала болдық. Бәрімізге жақсы тәлім тәрбие беріп, жоғары оқу орындарында оқытты. Және бәрімізде осы туған жерімізде қызмет атқарудамыз. 91 жылы жоғары оқуын тамамдап келгеннен кейін Алтын ұя мектебіме орналастым. Сол жылдары анам облыс бойынша орыс тілі мен әдебиет пән мұғалімдерінің бірлестігі жетекшісі екен. Және сол жылдары атаулы мектеп ашты. Облыс бойынша жас ұстаздар осы атаулы мектептің тыңдармандары атанып, және мен де тыңдарманы болдым. Бәріміз жақсы тәжірибе жинақтадық. Сол жылдары анамның тәжірибесі облыс, республика көлемінде таратылды. Облыс бойынша шығармашылық топ құрып, көшпелі семинарлар өткізіп, әдістемелік көмек көрсетіп отырды. Орыс тілі мен әдебиеті кабинеті облыс бойынша
үздік кабинет атағын алды. Осы еңбектерінің арқасында 94 жылы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі атағына ие болды. Және білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен марапатталды. Анамның тәжірибесі облыс республика көлемінде таратылды. Ұлағатты, қадірменді ұстаз, біздің арқа сүйер анамыз, немерелерінің, шөберелерінің сүйікті әжесі. Осындай ұлағатты да қадірменді ұстаздың қызы болғанына мен мақтанамын. Енді үлкен кісінің арманы елінің тыныштығы, халқының тыныштығы, жастардың келешегі жарқын болса екен, осындай арманым бар мен. Биыл грант өте көп бөлініпті. Оқуға түскендері бар. Бірақ сол оқуды бітіріп келгесін жұмыс таба алмай қиналады жастар. Енді біздің заманымызда мысалы оқу бітіріп келсе, әйтеуір жұмыс табылатын. Сөйтіп жұмысын әрмен қарай жалғастырып кететін. Қазір енді жұмыс табу өте қиын. Парақорлық та етек алып баратыр. Осы да уайымдатады ата-ананы, біз сияқты әже аталарды. Парақорлық бітіріп келеді. Пара бермесең, жұмысқа орналасу да қиын. Осының бәрі қалай болар екен келешекте? Жастардың келешегі қалай болар екен? Осының бәрі мені уайымдатады. Жастарымыз ақылды ғой, енді ақылды, білімді, заманауи ненің бәрін біледі. Тек соларға жұмыс тауып беру керек. Оқып келгеннен кейін жұмыс істесе, жаман қылыққа да бармас еді. Жүректерінде имандылық, жақсы сезіммен жүрер еді. Өмірге деген көзқарастары жақсы болар еді. Деп ойлаймын енді, әжемін ғой мен енді. Совет үкіметі кезінде өмір сүрген, сол кезде оқыған адамын. Бірақ енді менің бәр ойым осы. Жастардың болашағы мені алаңдатады. 2 немерем бітіріп келіп отыр биыл. Соны семьямызбен ойымдаймыз, енді қалай болар екен, жұмыс табылар ма екен. Жастар практикасы деген бар, соғанда тіркеуге алмай жатыр ғой, ақша жоқ деп. Бұл қалай сонда жастар практикасын ашып қойды, ақша жоқ деп тіркемейді. Жұмыс істесе жұмыс жоқ. Пара беріп үйренбеген адам, бұл да мен үшін өте бір түрлі нәрсе енді. Бірақ парақорлық етек алып атқан рас нәрсе ғой. Мысалы, бір оқыған қызды, маманды бір мекеме басшылық қойса, ол сол мекемеде жұмыс істей жүре ақша табуды көздейтін сияқты қазір. Бір маманды алатын болса, оған пәлен такса қояды екен. Мен пара беріп көрген адам емеспін. Я балдарыма, я немерелеріме өз беттерінше оқып, білім алып. Мысалы, Әрлет деген немерем мектепті жақсы бітірді, 116 балл алып, биологияны таңдаған екен, медицина университетін бітірді. Оның алдында талай жаңағы орыс тілінің конкурстарына қатысып. Сонда ешкім ертіп апармайды. Мынау Қаршыға қызым орыс тілі маманы ғой. Сол Астанаға дейін апарып, жүлделі орын алып қайтқаны бар. Мен пара беріп, пара берген адамдар түсінбеймін, білмеймін. Олимпиадаға да ақшамен барады дейді қазір. Оның бәрі мен үшін түсініксіз нәрсе. Соның бәрі жойылса екен, соның бәрі мынау енді жаңа президентіміз қолға алып атқан сияқты, біраз нәрсені істеп жатқан сияқты, соның бәрі нәтижесі болса екен деп армандаймыз біз енді. Ұлбике апай, жастарға қандай өсиетіңіз бар енді? Енді мені қынжылтатын бір нәрсе бар балам. Қазіргі жастар кітап оқымайды. Соны айтсаң, біз интернеттен оқимыз дейді. Интернеттен бүкіл кітапты оқып шығу мүмкін емес қой. Кітапты оқыған ол басқа, интернеттен қараған ол мен ойлаймын басқаша. Біріншіден интернет көзіңді құртады, шаршайсың, ал кітапты оқысаң ол басқа дүние. Енді мен жастарға қандай өсиет айтамын? Ұстаз ретінде, ана ретінде, әже ретінде қол қусырып отырмау керек.
еңбек ету керек, іздену керек, оқу керек. Қазақстанның келешегі сендермен бақытты, сендермен өркениетті. Сендер біздің болашағымсыңдар, Қазақстанның болашағы жастар. Иә, құрметті достар, өздеріңіз көргендей Ұлбике Сұлтанқызы өмірінің барлығын мұғалімдікке арнап, сондай-ақ балаларына да, келіндеріне де, немере шөберелеріне де өзінің тәлім-тәрбиесін беріп өсиетін айтып келуде. Бұл видеоны түсірген себебім қазіргі заманның адамдары мұғалімдердің қадірін ұмытып бара жатқан секілді. Оның үстіне үкіметтегілер де мұғалімді бағаламауда. Оны әрине ұстаздардың айлығынан байқауға болады. Сондай-ақ осы видеоның басты мақсаты жас мұғалімдерге Ұлбике апайдай үлкен тәжірибесі бар ұстаздың өсиетін жеткізгім келді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, қандай да жағдай болса да мұғалім ол сабақ беруден ешқашанда жалықпау керек. Мұғалім қандай заман болса да әрдайым ұлы мамандық болып қалады. Сіздер ұлы мамандық иесі екендеріңізді ұмытпаңыздар. Ең бастысы Ұлбике Сұлтанқызы сияқты мамандықтарыңызға адал болсаңыздар, ертең өмір сіздерге жемісін береді. Қазіргі таңда Ұлбике Сұлтанқызының оқушылары еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет жасауда. Бірі министрлікте, бірі мектепте, бірі мұнай саласында, бірі биік белестен көрініп жатқан дәрігерлер, бірі осы уақытқа дейін Қызылорда облысының әкімдік қызметін атқарды. Егер де Ұлбике апайдың оқушылары көріп жатса, хабарласып құттықтайын десеңіздер, сипаттамада ұялы телефонын қалдырып кетемін. Апайларыңыз мәз болатынына сенімдімін. Тағы бір айтатын маңызды жайт, құрметті достар, Ұлбике Сұлтанқызы менің туған әжем. Мен бойыма тәлім-тәрбие беріп өсірген кісі. Мен ең алғашқы немересі болсам да, алайда мені кенже балам деп атайды. Мен де тәтем сияқты осындай ұлағатты ұстаздың, қамқоршы ананың баласы, немересі болғаныма мақтанамын. Және де бүгінгі мұғалімдер мерекесін пайдалана отырып, осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің сынып жетекшім Қалқоразова Маржан апайға да үлкен сәлем жолдағым келеді. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, мұғалім достарыңызға поделиться мәзір арқылы жіберіңіздер. Ұстаз ұлы есім екенін ешқашанда естен шығармайық. Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті мұғалімдер. Құрметті Ұлбике Сұлтанқызы, сізді бүгінгі мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, өмірде барлық жақсылықты тілеймін. Отбасыңызға аманшылық, немерелеріңіздің рахатын көріп, әдемі әже болып отыра беріңіз. Құтты болсын. Ұлбике Сұлтанқызы бізге сынып жетекші әрі орыс тілі пәнінен сабақ берді. Біз Ұлбике апай үшін мақтанамыз. Ұлбике апай біздің өте керемет ұстаз, ұстаздардың ұстазы, өте талапшыл, байсалды, сабырлы кісі. Сондықтан да біз Ұлбике апайдың алдында бас иеміз. Ол Ұлбике Сұлтанқызы ауданға, облысқа, республика көлемінде өзінің тәжірибесін таратып, керемет ұстаз болған, әдіскер ұстаз, методист ұстаз болды. Сондықтан да біз ол кісінің өмір жолын барлық осы ұстаздарға, шәкірттерге арнаған сөздері, шәкірттерге арналған тәрбиесі біз ұмытпаймыз. Сондықтан да Ұлбике апай, сізді бүгінгі мерекеңізбен тағы да құттықтаймын. Құрметті Ұлбике апай, сізді бүгінгі ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізде ұстаздан тәлім-тәрбие алғаныма өзімді мақтан тұтамын. Қазір мен де сіздің жолыңызды қуып, ұстаз болып жұмыс жасап жүрмін. Оқушылардың бойына білім мен тәрбие беріп, бір-бір дүниенің кірпіші болып қалануымызға істеген еңбегіңіз зор. Сіздердің арқаларыңызда қазір көптеген балалар, менің қатарларым, көптеген оқушылар республикамыздың түкпір-түкпірінде жемісті еңбек істеп жүр. Сіздің бойыңыздағы қарапайымдылық, ұстамдылық, әділдік бізге үлкен үлгі-өнеге болды деп айтсам артық айтқандық емес. Бүгінгідей керемет ұстаздар күнінде отыңыздың басына амандық, деніңізге саулық тілеймін. Әрдайымда осындай бізге, балаларыңызға, жан-жағыңызға күннің нұрындай нұрыңызды сеуіп жүре беріңіз, ауырмаңыз. Мы вас любим и уважаем. Я горжусь тем, что вы моя учительница. Спасибо вам огромное. Құрметті Ерімбетова Ұлбике Сұлтанқызы. Мен Оспанова Рошан Шакиевна, Қармақшы ауданы номер 250 мектеп-лицейдің орыс тілі мұғалімі. Сіздің түлегіңізбін. 1985 жылы
35-ші Михаил Иванович Калинин атындағы орта мектепті бітірген түлекпін. Ұлбике апай, сізге бүгінгі мерекеңізде зор денсаулық, ұзақ өмір, бақыт тілеймін. Отбасыңызда үнемі шаттыққа бөленіп жүре беріңіз. Және де осындай ұстаздардың ұстазы болған сізге алғысымыз шексіз. Мереке құтты болсын.